Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге ауыздан жағымсыз иіс шығу жолдарын және кімге барып емдету керектігін айтатын боламын. Ең бірінші, сіз ауыз қуысыңызда тісіңіз қарайған, яғни кариес пайда болатын болса, тісіңіз ауыратын болса, құрттаған болса, қызыл иектері қанайтын болса, гингивит, пародонтоз болатын болса, және сілемейлі қабаттардың қабынуы стоматит пайда болса, міндетті түрде стоматолог мамандығына көрінуіңіз керек. Және де тамағыңыз ауырған, тонзиллит, мысалға, яғни ангинаңыз болса, оны терапевт маманға емдеткеніңіз жөн. Және де ауыз қуысының гигиенасын сақтау өте маңызды болып саналады. Тісіңізді күнделікті 2 рет мұқият шая отырып, тіліңіздің де бетін жуып шайып кетуді ұмытпаңыз. Және екінші себеп бұл ішкі органдардың аурулары болып саналады. Ең бірінші өкпе аурулары. Яғни өкпеде бронхиттаз, өкпенің созылмалы аурулары, және де іріңдеуі, созылмалы абсцесс, іріңді плеврит пайда болған кезде, дем алып дем шығарған кезде жағымсыз иіс шыға бастайды. Екінші себебі асқазан аурулары. Яғни қазірде таңда екінің бірінде гастрит аурулары кездеседі. Оның ең бірінші себебі 90% алып келетін бұл хеликобактери пилори деп саналады. Ол өзен асқазан қышқылынан қорғану мақсатында ураза деген фермент бөле бастайды. Сондықтан да асқазан ауыратындарға анықтау мақсатында уразин дыхательный тест деген осындай анализ тағайындайтын болады. Және де бұл алып келетін нәрсе бұл стресс болып саналады. Сондықтан да стресске берілмеңіздер. Және де иммунитеттің төмендеуі. Яғни иммунитетіңіз мықты болса, ол бактериямен ағзаңыз күресетін болады. Сондықтан да иммунитетті нығайту өте маңызды болып саналады. Және де кез келген дұрыс емес тамақтануды қолдану, аш қарынға майлы тамақтарды жеу, газ сусындарды ішу, және де кез келген дәріні ретсіз қолдана беру асқазан ауруларына алып келіп соғады. Міндетті түрде дәрігердің тағайындауымен ғана дәрі қабылдауларыңызды мен сіздерге айтатын боламын. Және де бүйрек аурулары. Бүйрек бізде ағзада зат алмасуға қатысатын орган болғандықтан, зат алмасу бұзылған кезде, азотемия болғанда адамның аузынан аммиактың иісі шыға бастайды. Сонымен қатар бауыр өт жолдарының бұзылыстары кезінде де жағымсыз иістер пайда болады. Асқазаныңыз ауырса гастроэнтерологқа, бүйрегіңіз ауырса нефрологқа міндетті түрде көрінуіңіз керек. Және де ауыз қуысының гигиенасын сақтауды ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Видео пайдалы болса, комментке өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер.